Уақытты үнемдеудің 20 тәсілі. Өз жұмыс үстеліңізді ыбырсытпаңыз. Қалай болса солай жатқан заттар назарды дұрыс нәрселерге аударуға кедергі болады. Уақытты бағалаңыз. Ол да біздің қолымыздағы байлықтың бір түрі. Немен айналысу керектігін күнделікті біліп отыру үшін істелінуге тиісті істердің тізімін жасап отырыңыз. Мүмкін болған жағдайда жұмысты басқаларға тапсыру керек. Сіз айналысуға тиісті емес жұмыс болса, оны істеуден бас тартыңыз. Табанды болыңыз. Басқалардың сіздің уақытыңызды алып, ысырап етулеріне жол бермеңіз. Жұмысты бітіретін мерзімді өз күшіңіз бен мүмкіндігіңізге қарап белгіленіз. Өте қысқа уақыттың ішінде бітіремін деп, орындалмайтын уәде беруден аулақ болыңыз. Тек өз жеке басыңызға ғана арналған уақыт бөліңіз. Бұған сіздің хақыңыз бар. Сізбен тіке байланыса алатын адамдарды белгіленіз. Тек шынында соған мұқтаж адамдарға ғана сондай мүмкіндікті беретін болыңыз. Егер біреу сізбен жолыққысы келсе, одан неге керек болып қалғаныңызды сұрап алып, содан соң ғана онымен кездесуге тұра ма, тұрмай ма, соны шешіңіз. Біреу сізбен кездесуге келгенде, оны орныңыздан тұрып қарсы алыңыз. Адамдарға мейірімді, бірақ уақытты жұмсауға саран болу керек. Кездесуді кейінге қалдыруға ұсыныс етіңіз. Өз уақытыңызды тиімді қолдана біліңіз. Кездесуді кездесетін адамның кабинетінде өткізіңіз. Сонда сіз өзіңіз қалаған уақытта кете аласыз. Егер сіз орындыққа емес, үстелдің шетіне отырсаңыз, сізбен жолығуға келген адам ұзақ уақыт отырып алмайды. Онша маңызды емес әңгімені кейінге қалдырыңыз. Басқа адамдардың уақытын алмаңыз. Бұл үшін олар сізді құрметтеп, сізге одан да жақсы қарайтын болады. Кездесуді өткізерден бұрын оны қалай өткізетінізді жоспарлаңыз. Телефонмен сөйлесу керек болғанда, бірнешеуін жинап, біртіндеп телефон соғып шығуға тырысу керек. Талқылағыңыз келетін сұрақтарды жазып алу керек. Сонда оларды азырақ өзгертуге тура келетін болады.